Майнкрафт әлемі өзінің алуан түрлілігімен және ғажайып ерекшеліктерімен танымал болатын. Бұл әлемде көптеген батырлар мен қаһармандар өмір сүрді, бірақ олардың ішінде ең әйгілісі күміс қанат болды. Ол металды басқару қабілетімен ерекшеленетін, кез келген металды өз қалауынша басқаруға қабілетті болатын. Күміс қанаттың негізгі міндеті ауылды жаулардан қорғау және бейбітшілікті сақтау еді. Күміс қанаттың өмірі жай ғана батырлықтан тұрмады. Ол табиғаттың металға әсерін зерттеп, оны тиімді пайдалану жолдарын үйренді. Әр күн сайын ол жаңа тәсілдер ойлап тауып, өзінің қабілеттерін жетілдіріп отырды. Оның ең үлкен жетістігі металды көкте ұшып жүретін қанаттарға айналдыру қабілеті еді. Бұл қанаттар оны кез келген биіктікке көтеріп, ауада қалықтап ұшуға мүмкіндік беретін. Ол осы қасиеті арқылы жаулардың үстінен бақылап, ауылды кез келген қауіптен қорғауға дайын болды. Ауыл тұрғындары күміс қанатты қатты құрметтейтін, оның батылдығы мен қайсарлығы үшін ризашылық білдіріп, оны бейбітшілік сақтаушысы деп санайтын. Бірақ бір күні ауылға жаңа қауіп төнді. Қарақшылар тобы ауылды жаулап алып, барлық металл заттарды ұрлауға бел буды. Олардың мақсаты ауылдың қорғау қабілетін әлсіретіп, тұрғындарды қорқытып алу еді. Күміс қанат бұл қауіпті тез байқады. Ол қарақшылардың жоспарын бұзу үшін өз қабілеттерін қолдануға бел буды. Алдымен ол қарақшылардың қайдан келгенін және олардың жоспарының толық мәліметін білу үшін жоғарыдан бақылауға шықты. Оның күміс қанаттары оған көктен ауылды толық бақылауға мүмкіндік берді. Ол жаулардың жүрісін зерттеп, олардың әлсіз жақтарын анықтады. Қарақшылар тобы металл жинап жатқанда, күміс қанат оларды тосыннан шабуылдады. Оның күміс қанаттары керемет жылдамдықпен соғылып, жауларды абдыратып тастады. Ол өз қабілеттерін қолданып, металдарды тірі организмдерге айналдырды. Бұл тірі металдар қарақшыларға қарсы тұрып, оларды қоршауға алды. Бірақ қарақшылар оңайлықпен берілмеді. Олардың басшысы қатал әрі айлалы Қара Темір күміс қанаттың қабілеттеріне қарсы өз амалын ойлап тапты. Қара Темірдің қолында ежелгі, магиялық металдан жасалған дулыға болатын. Бұл дулыға кез келген металды өзіне тартып, оны басқаруға мүмкіндік беретін. Ол осы дулығаны қолданып, күміс қанаттың шабуылдарын тежеп, металды өз бақылауына алуға тырысты. Бірақ күміс қанат оңай берілетін батыр емес еді. Ол Қара Темірге қарсы тұру үшін өзінің күшін барынша жинап, оны жеңудің жолдарын іздестіре бастады. Қара Темір күміс қанатты жерге құлатпақшы болды, бірақ күміс қанат өзінің күміс қанаттарымен аспанға қайта көтерілді. Ол Қара Темірді жоғарыдан бақылап, оның қозғалысын болжауға тырысты. Қара Темірдің дулығасы оның ең күшті қаруы еді, бірақ ол өзіне қауіпті де болатын. Күміс қанат бұл дулығаның әлсіз жағын анықтауға тырысты. Ол Қара Темірге жақындап, оның дулығасының әлсіздігін анықтады. Бұл дулыға өте ауыр болғандықтан Қара Темірдің қимылын баяулататын. Күміс қанат осыны пайдаланып, жауды әлсірету үшін өзінің күміс қанаттарын қолданды. Ол металды дулығаның айналасына жинап, Қара Темірді тікелей шабуылға дайындады. Ақырында күміс қанат өзінің ең күшті шабуылын жасап, Қара Темірді жеңді. Ол дулығаны басынан жұлып алып, Қара Темірді жеңілген күйінде тастап кетті. Қарақшылар тобының қалған мүшелері қорқып, ауылдан қашып кетті. Күміс қанат ауылды қорғап, барлық металл заттарды тұрғындарға қайтарды. Оның батырлығы мен қайсарлығы ауыл тұрғындарының көңілінен шықты. Ауылда үлкен мереке ұйымдастырылды. Тұрғындар күміс қанатты құрметтеп, оның құрметіне арнап әндер айтты. Күміс қанат өзінің міндетін орындағанын сезініп, аспанға қайта көтерілді. Ол өз міндетін жалғастырып, әлемнің басқа бөліктерін қорғауға дайын болды. Оның ерлігі мен батырлығы Майнкрафт әлемінің барлық жерінде мәңгілік естелікке айналды.